Саламатсыздар ма, құрметті бүгін подкасттың қатысушылары. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ол мамандық таңдауға арналады. Менің ойымша бұл кез келген адамға қатысты мәселе, себебі ата-аналар да, бітірушілер де, жұмыс істеп жатқан тұлғалар болсын, барлығының ойында қандай мамандық таңдасам. Білесіздер ғой, мамандық таңдаудан, жар таңдаудан қателеспе дейді. Сондықтан мамандық таңдауда қателеспеген дұрыс деп ойлаймыз. Енді қазір бәрімізді біріктіретін мамандық ол біз халықаралық құқық мамандығында барлығымыз. Енді сіздер мамандықтарыңызды қалай таңдадыңыздар және мамандық таңдағанда қандай мәселелерге назар аударған дұрыс деп ойлайсыздар? Осы мәселе туралы бүгін сөйлессек, және енді әңгімемізді бастамас бұрын ең бірінші осы мамандықты қалай таңдадыңыз деген сауалды Санғали Жоламанов сізге қойғым келіп отыр. Бірінші таныстырып өтейін өзіңізді. Заң ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық құқық мамандығының негізгі қалаушыларының бірі. Тек Қазақстанда емес, шетелде де өте танымалсыз. Енді сіз мамандығыңызды қалай таңдадыңыз және халықаралық құқық мамандығының маңызы неде? Өзі заңгерден айырмашылығы қалай? Жалпы келген түлектердің барлығы сұрап жатады, заңгер немесе халықаралық құқық қайсысына баратынымды білмей тұрмын, түсіндіріп беріңізші деп. Біздер мектеп бітірген кезде халықаралық мамандығы болған жоқ ол кезде. Ол кезде заңгерлік, құқықтану деген мамандық болды жалпы. Бірақ халықаралық құқық ол кезде оқытылды негізі. Бір ол кезде енді жаңағы жабық жоғары оқу орындары болды, МГИМО сияқты мысалы. МГУ-дің заң факультетінде арнайы бөлімі болды өзінің. Сондай бір санаулы ғана жоғары оқу орындарында кеңес одағы кезі 80 жылдардың орта тұсында. Сондай санаулы оқу орындарында ғана халықаралық құқық деген мамандық болды. Қалғандарында болған жоқ, құқықтану деген мамандық болды. Сондықтан құқықтануда ол кезде халықаралық құқық тек бір семестр ғана, аптасына бір рет лекция, бір рет семинар сабағы болатын болды. Бір семестр ол кезде 18 апта, сол 18 апта жаңағы енді жай тек қана танысу. Ал оны терең меңгеруге ондай мүмкіндік ол кезде болған жоқ. Ол бір, екіншіден енді кеңес одағы кезінде халықаралық ішкі салада енді білесіз ғой жағдайды ол кезде. Ондай қажеті болмаған да шығар деп ойлаймын. Мән берілмеді. Мән де берілмеді. Сосын ондай үлкен қажеттілігі де болған жоқ. Халықаралық шарттарда тікелей қолданылмайтын ол кезде арнайы инструкция, арнайы нұсқаулықтар қабылданады. Солар арқылы халықаралық құқықтан заңгерлердің 90% бейхабар болды десек, енді жалпы тек қана несі болды, жаңағы осындай құқықтың саласы бар екен жөнінде ақпараты болды, сонымен шектелді. Паритарлық жүйе болған. Ал енді халықаралық құқық мына кеңес одағы құлағаннан кейін біздің тәуелсіз мемлекетімізде осы енді біздің аға буын өкілдері өздерінің несін жаңағы барлық күшін салып осындай мамандықты ашты. Өйткені Қазақстанға қажет болды, керек болды. Сондықтан да осы мамандық ашылып осы уақытқа дейін енді өзінің қажеттілігін, керектігін мен ойлаймын тәжірибеде, практикада дәлелдеп шықты. Көптеген түлектері, осы мамандықтың түлектері ол тек қана біздің университет емес, басқа университеттерде заң Казгю дейді, заң университеті, жаңағы тағы басқа университеттер бар осы халықаралық саласында мамандайын. 30 шақты университет бар. Бар. Солардың барлығынан енді түлектері көп жерлерде жұмыс жасап жатыр. Қазақстанның несін жаңағы мүддесін қорғап, халықаралық деңгейде болсын, ішкі деңгейде болсын. Сондықтан ол қажеттілігін дәлелдеді. Осы жерде тағы бір сұрақ, заңтану менен халықаралық құқық мамандығының айырмашылығы. Біздің көптеген түлектер үшін сол сұрақ қазіргі таңның өзінде де бір маңызды және олар айырмашылығын көре бермейді. Сондықтан сол туралы бір айтып өтсеңіз өзіңіз. Ол бірдей болып көрінеді негізі. Бірақ енді айырмашылығы бар, және айырмашылығы кәдімгідей мамандар үшін халықаралық мамандық енді заңтануға қарағанда әлде қайда жаңағы несі, ауқымы кең ғой. Бір егер заңтану мамандығы бүгінгі күні 90% енді оқу жоспарларын қарайтын болсаңыз, жаңағы 90% назар неге аударылады? Ішкі құқық салаларына аударылады. Қазақстанның қылмыстық құқығы, азаматтық салық құқығы деп. Ал халықаралық құқықта соған қосымша
шетелдік құқықтық жүйелер, яғни шетелдік жаңағы шет мемлекеттерінің заңнамасы оқытылады, конституциялық құқық, қылмыстық, азаматтық құқығы деген сияқты тереңдетіледі. Және халықаралық құқық. Сондықтан да мысалы енді шамалап бөлетін болсақ, оқу жоспарында оқытылатын барлық сабақтан 35% Қазақстанның құқық салалары болса, тағы да бір 30-35%, 30% деп қояйыншы, сыртқы шетелдік құқық саласы болса, енді тағы бір 30%, 35% бұл халықаралық құқық саласы болады. Яғни халықаралық шарттар. Яғни бұл маманды тәмамдаған түлектердің мүмкіндіктері өте жоғары деп айта аласыз. Жаңтану мамандығы ішкі құқықпен жұмыс істеп, біздің тек қана құқық қорғау органдарында немесе заң фирмаларында жұмыс істей алады, бірақ дегенмен халықаралық құқықты бітірсе, ол түлектер халықаралық фирмаларда немесе шетелдерде де оларға үлкен мүмкіндік ашылады. Және бүгінгі күні біздің ішкі салада жұмыс жасайтын компаниялардың өзі экспорттық, импорттық операциялар арқылы сыртқы нарыққа шығып отыр. Сол кезде де халықаралық құқықты жақсы білу керек та. Ол кеден құқығы бар, ол жаңағы басқа халықаралық шарттарға қатысты бірқатар нелері бар, соның бәрі қажет. Әрине, жаһандану заманында бұл өте маңызды және қажет деп ойлаймын. Енді Алмас, сіз өзіңіз таныстырып өтейін. Халықаралық құқық мамандығының 4-ші курс студенті, біздің белсенді студенттердің бірі Алмас. Сіз мамандығыңызды қалай таңдадыңыз? Неліктен және Казгуды таңдадыңыз? Енді мынау әрбір 11 сыныптың оқушысында, не только 11 сыныпқа келген кезде, оның 10 сыныпта да уже өзінің болашақ бағдарын айқындайтын, мынандай бір не болам, кім болам деген сияқты болашақта бір идея пайда болады. Мен 10 сыныпта бірден таңдадым, заң саласымен тікелей байланыстырамын дедім өзім болашағымды. Енді бірақ оның ішінде салалары көп. Енді 11 сыныпқа келгеннен бастап оны зерттей бастайды. Көптеген оқушыларда қазір сондай проблема бар деп ойлаймын. Сол кезде қарап жүрген кезімде енді құқықтану, жаңағы юриспруденция дейді көбісі, енді құқықтану қазақшасын не қылмайды. Сосын халықаралық құқық, осы өзім оқып жатқан, сосын біздің кезімізде сол таможня, кеден ісі, сосын құқық қорғау қызметі деген өзі 4 группа бар еді сол кезде. Енді бәрін салыстырып қарадым, ойландым, толғандым. Енді тапсырып болып, тем более менде ол кезде жаңағы олимпиада бойынша орын бар, менде грант автоматически болды. Сізде мүмкіндік болды, мамандық таңдауды. Только мамандығымды таңдауым керек болды. Грант қолда дейсіз. Грант қолда, сенімдім уже. Билет қалтада түсетінім. Сосын ойландым енді. Мынау мамандықтардың жаңағы кеңірек ауқымы қандай, ол жақта оны бітіргеннен кейін ертең кім боламын деген сияқты. Былайынан қарап отқан кезде халықаралық құқықтың былайынан информациясы ұнады маған өз басыма. Бір жағына ойланып қоямын енді. Бұл халықаралық құқық деп тұр, международный. Ертеңгі күні мен Қазақстан құқық саласында істей аламын ба? Сол проблема менде басыма келді. Енді қазіргі күні оқушыларда да бар ондай проблема. Халықаралық құқық дегеннен кейін Қазақстанның құқық саласында жұмыс істей алмаймыз. Жаңағы көбісі армандайды ғой бізде көпшілігі сондай сұрақ қояды. МВД, сот деген сияқты сол салаларда істей аламыз ба деген сұрақ туындады. Былай оны қарадым, бізде мынау өздеріңіз де білесіздер, кафедраның да сайты бар. Сол жерден де қарап, бізде жалпы мемлекеттік қызметте өзіміздің ішкі істер органдарында, құқық қорғау органдарында жасап жатқан түлектер бар екенін көріп көзім жетті. Енді мамандық таңдап алдым. Қай университет таңдауым керек? Бұл өте маңызды. Өте маңызды болды. Енді ол таңдағаннан кейін бір нормальный білім бере алатын, тиісті өзі жоғары сападағы университет таңдау керек. Енді в основном негізінен 4 университет таңдау керек қой енді да. Сол кезде таңдау болған кезде осы біздің Казгу дейміз, енді көбісі Казгу деп таниды ғой қазір. Бірінші орынға қайсысы қойдыңыз? Айтам қазір. Сол Казгу болды, Казю болды, жаңағы тағы не, нархоз, ЕНУ деген сияқты 4 университет, енді құқық саласы нормальный деген сияқты. Сонымен таңдап отырып, енді ол кезде грант қазіргі күні былайынан құқық деген группаға берілетін, 100 грант. Ал ол кезде мамандықтарға таңдап берілетін. Сол кезде 4 мамандықты да жазу ықтималды. Маған енді бәрібір, бірақ халықаралық құқық жазып жүрдім ғой бірінші. Өзім таңдап отырғаным. Енді ол университеттің таңдау кезінде именно осы Казнуға түсті.
Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті. Сізге негізгі ықпал еткен қандай осы қазақ ұлттық университетін таңдауыңызға? Ықпал еткен енді бір жағынан өзімнің бітірген таныстарым да бар, ол жақта әсер етті. Екінші жағынан мынау біздің қазақ ұлттық университеті деген біздің қазақстандық университеттің ішінде флагман, жетекші орындағы топ бірінші университет әрине. Біз QS-та қазір өте жақсы көтерілді. Жоғарғы нәтижеміз жақсы осы казуда. Сонымен енді казуны ұнап тұр енді. Жаңа құлағыма айтып қойған соң негізі казуны жақсы, соны таңдау керек деген сияқты. Енді оны біреу айтқан мен бара салмайсың ғой. Сөйтіп жаңағы сайтына кірдім, мұғалімдерін қарасам мұғалімдерім былайдан авторитет жоғары, дәрежелері бар кісілер екен да. Болды, осы кісілер маған болашақтан бағдар бере алады, білім бере алады деген сияқты өзімде ой туды. Сонымен бардым, проблема болған жоқ. Июльдің кезінде жаңа таңдадық. Ойланбастан бірінші орын халықаралық құқық. Түсетінді білдім сол кезде. Әл-Фараби университетте бірінші орын ғой. Бірінші орын Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті. Екінші орын қанша? Екінші орынға вообще есіме жоқ. Маңызды емес дейсің. Солар жатқан шығар бір кейіннен. Сөйтіп түстім, бұйырса августтың кезінде результат шықты. Кәдімгідей қуандық. Біз де қуаныштымыз сияқты студентіміздің болғанына. Осындай еркін, былай айтқанда мұғалімдердің де сапасы, білім беру дәрежесі өте жоғары. Былай айтқанда жаңағы қатаң кейбір жерлерде не болады ғой, атмосфера жаңағыдай. Жоқ, ондай емес. Талап етеді, бірақ студентпен де араласа біледі. Ол өте важный, маңызды фактор ретінде айтуға болады. Сондықтан мен ешқандай өкінбеймін халықаралық құқық таңдағаныма. Өмірімде енді сіз айтып отырсыз ғой, жар таңдау енді мамандық таңдау деп. Мамандық таңдаудан қателескен жоқпыз енді. Екіншісін көре жатармыз енді. Өте қуаныштымыз, сіз сияқты барлығын саралап, біліп, қайда бара жатқандығына саналы түрде келген студенттеріміздің саны көп болсын деп үміттенеміз енді. Өзімде осы көзі ашық, болашағын ойлайтын. Әрине. Несінен жаңағы процесінен, ұбт процесінен алыс емеспін. Жаңағы ЕНТ-ға дайындап жүрмін, өзімде көбісінде осындай сұрақ. Сіздің жұмыс істеуге де мүмкіндігіңіз бар, сабақ оқуға да жұмыс істеуге де. Баян жеткілікті. Сабаққа да үлгеруге болады оны. Жұмысқа да үлгеруге болады. Сіздің оқу үлгеріміңіз өте жақсы, содан ақ білуге болады. Ынтасы бар адам барлық жерде үлгеретін. Жақсы, рахмет. Енді біздің келесі қатысушымыз бүгінгі Шназарова Толқынай. Біздің түлегіміз қазіргі таңда Эрнст Янг Казахстан деген халықаралық аудиторлық консалтингтік компанияның қызметкері, біздің үздік студенттердің бірі, ағылшын тобында оқыған. Енді Толқынай, өзіңіздің мамандық таңдаған уақытыңызды есіңізге түсіріңізші. Қалай таңдадыңыз? Неліктен халықаралық құқыққа келдіңіз? Негізі енді ол бір қызық оқиға деп айтсам болады. Ең басында 7-ші сыныптан мен негізі физтехқа түсемін. Физтехта оқимын деп жүрген адаммын. Бірақ ең біріншіден Қазақ ұлттық университетіне түсемін деп, ол 5-ші сыныптан таңдап қойған университетім болған. Сізге біреу айтты ма, әлде сіз 5-ші сынып енді ол өте? Менің ағаларым, әпкелерім бүкілі осы жерде оқыған. Мақтап жүретін физтех, истфак, даже юриспруденцияны бітірген бір ағамыз болған. Сондықтан Қазақ ұлттық университет деп шешіп қойғам сол кезде. Ең бастысы мамандық таңдау шарт болды. 11-ші сыныпта мен папмен оқуға кеткем Америкаға. И Америкада жүріп, уже біраз толғана бастап мамандықты өзгертуге шештім. Қазақстанға қайтып келгенде ең басты сұрақ ол қандай предмет таңдаймын, не істеймін алда. Сөйтіп Қазақ ұлттық университетінің сайтына кірдім. Қандай мамандықтар бар екен, қандай мамандыққа түсем болады деп. Және де көзіме ең бірінші түскені ол халықаралық қатынастар факультеті болды. Сізде таңдау болды, халықаралық қатынастар немесе халықаралық құқық? Халықаралық қатынастарға кіргенім. Сіздердің топтарыңыздың ағылшыны өте жақсы болды. Сіздің ағылшыныңыз өте керемет. Біз негізі бірінші топ болдық қой ағылшын. Біз түскен жылы 2015 жылы бірінші ағылшын тобы ашылған. Біз курстастарымызбен сол кезде қатты ойланып толғанып, оқи аламыз ба ағылшынша, ол деген қиын ғой, шыға аламыз ба деп қатты толғанып жүрген едік, бірақ бітіріп шықтық. Қызық болды, өзіміздің бір топ болды. Оқып жүріп, сіздерден оқытып, өте жақсы болған. Ең бірінші таңдауым болған, ол кішкентай кезімізден бәріміз ойладық қой, құқықты таңдаймыз, қызық болады деп, кейін қиындау болатын шығар, мүмкін оқи алмай қаламыз деп, кейбірлер таңдай алмай кеткендері бар. Бірақ таңдағаныма өте қуаныштымын, себебі тамыз айында біз түскен кезде профориентация аптасы болған. Сол кезде ең бірінші күні бізге Кәрімжан Шакирович
өзі ой Кәрімжан Нұрмұхит кешіріңіз речь айтқан, и сол кісіні тыңдап болғаннан кейін мен түсіндім, мен дұрыс шешім жасадым. Иә, бәрі жақсы болады, тек өзімнен какие-то усилия нужны, да, соның бәрін жақсы оқып шығсам, жақсы маман болам дегенге сендім. Иә, өте жақсы. Әрине, қазіргі таңда енді жемісін көріп жатсыз деп ойлаймын. Жақсы үлкен халықаралық компанияда қызметкерсіз. Сіз осы оқыған кезде өзіңіздің есіңізде қалған оқытушылар немесе бос уақытыңызды қалай өткіздіңіз? Сол туралы айтып бере аласыз ба? Негізі университет екінші үйде болды. Себебі университетте көп уақыт өткізіп жүрдік, сабақтармен, группаластармен, және де ең ұнағаны ол біз тек заң тану ғана емес, және де қандай да бір халықаралық қатынастарға байланысты сабақты өттік қой. Сөйтіп, маған ең ұнаған университетте мен бұл жерде жұмыс істеп те үлгердім. Біз университетте болған бірінші наноспутниктің проектісінде қатыстық. Және де мен диплом тақырыбым Сағынғали Жоламановичпен бірге соны жазып шықтық. Ең ұнағаны сол күшті болды. Оқыдым да, жұмыс істедім да, қызықты жақтарын да көріп шықтым. Яғни университеттің қабырғасында алысқа бармай-ақ өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысу мүмкіндігіңіз болды. Сондай қызық жобаны да таптым. Оның арасында бірнеше факультеттердің студенттермен таныстық, бірге жұмыс істедік. Менің ойымша студент кезім өте қызық өтті соған байланысты. Иә, әрине, әркімнің өз қолында студенттік кезін қызықты өткізу. Алмас, сіз не дейсіз? Мен де түскен кезден бастап есіме айтайын, қозғайын шамалым. Августтың кезінде 25-іне дейін тапсыратын болдық документті. Сосын тапсыратын кезде қателеспесем сіз оттыңыз сол кезде. Сіздің қасыңызда біз енді Серік Мейрамович Афенов мен сосын ойладық, ол мен тапсырып жатырмын да, сосын жаңа мұғалімде сіздер қабылдатқан сияқты адам отырады, енді мне не болады ғой. Басында сіз ойладық, енді сол жақта жұмыс істейтін бір қабылдау комиссиясында адам шығар деп. И Афенов туралы ойланып жатырмыз да, жаңа біз енді қылмыстық істер бойынша бізде в основном сол кісі сабақ береді ғой. Бұл түріне қарап, бұл кісі ертең бізге дұрыс адам да біреу шығар десе. Оказывается, кейін ол кісі біздің осы қылмыстық істер бойынша қылмыстық бағытта оқытатын ең негізгі біздің білімді жаңа кісіміз болатын. Енді біз кісіміз әлі бар ол кісі. Әлі күнге дейін біліміміз сусындатып жүр. Енді біз енді мектепте оқып жүрген кезде ойлағанбыз, университетте кілем үлкен бір 50-60-қа келетін жаңағы профессор, жаңағы үлкен кісілер сабақ беретін шығар деп. Енді бірінші күн қыркүйекте келдік, алғашқы сабақ аудиторияға үлкен залда болды. Бір апай кірді, әшейін тұрмыз, әшейін біз таныстыратын біреу шығар деп мән бермей тұрмыз. Ровно сағат 10 болды, әрі күнге есікті жапты деді. Сосын тәртіп бойынша бәріміз отырдық. Қарасақ, ауыл апай бізге сабақ береді екен. Сосын білдік, ол бірінші курс, жалпы кейінгі курстарда бізбен негізгі жұмыс істеген Жұлдызбай Мұратқызы. Қайта оны біз жас деп не қылмай жүрсек, ең бізде былайынан талап ететін, біздің бірінші курста былайынан бүкіл группаны дисциплинаға келтірген негізі сол кісі негізі. Қазір де ұйқыдан оятса айтып бере аласыз ба соған? Әрине, ол кісінің енді ол кездегі тәртібі, білімі былайынан өте керемет деңгейде деп айта аламын. Енді студент кез қалай өтті? Біздің студент кезде мынау 1,5 курс почти, бірінші курс толық офлайн, одан кейін пандемия тап болды оқыдық. Ол кезде енді белсенділік болды. Біздің ең алғашқы түскен кезде түрлі жаңағы студенттік ұйымдар өздерінің рекламаларын жасап, бір жәрмеңкелерін өткізді. Сол кезде мен өзім таңдаған мынау студенттердің ғылыми ұйымы, НСО дейді ғой енді. Соған бардық. Енді белсенді біздің студенттік ұйымдар қазудағы өздеріңіз білесіздер. Әсіресе енді көбінесе білімге жақын болғаннан кейін мынау енді НСО деген маған өзім оңтайлы болды былай айтқан кезде, тиімді. Біраз жетістіктерге жеттік, тек жаңағы ғылыми істермен емес, мынау көңіл көтеру, енді студенттік кезде ол да бір студенттік өмірдің бір қызығы ғой, көңіл көтеру, қызық көру деген сияқты. Ол жағынан да бір проблема болған жоқ. Еще студент кезде жұмыс істеп те үлгердік. Ол өте жақсы. Алмас, менің білуімше сіз Лекс деген бізде студенттік клуб бар, иә? Сол клубты өзіңіз басқарасыз. Мен группасы бар, Олжас. Олжас екеулеріңіз. Сол клуб туралы айтып бере аласыз ба? Енді ол клубтың қалай ашылғанымен бір-екі ауыз сөз айтып кетейін. Кезінде 3-ші курс оқып жүргенімізде онлайн формат. Соның өзінде мынау ЭЗУ университетінің бір турнир ұйымдастырылды. Бізде Ләззат Бегімжанова, Олжас екеуміз дайындатты.
жаңағы үлкен бір казус бойынша шешу, енді мынау заң саласына байланысты, халықаралық құқық саласына байланысты. Содан жарыстық енді турнирде обязательно енді казу болғаннан кейін бірінші орын алу керек. Алдық, оның проблема жоқ. Бәрін жайпап тастап. Сонымен енді біз енді 4-ші курс қазір кетейін деп жатырмыз. Бір артымыздан өзіміздей жаңағы осы мамандыққа еңбегін сіңіретін, әрі қарай көтеретін бір адамдар тәрбиелеп шығару міндетіміз болды да. Сол үшін бір жағынан мынау студенттеріміздің артымыздан кеткен курстардың жаңағы құқықтық тұрғыда білімін арттыру үшін, машығын жетілдіру үшін, мынау халықаралық турнирлерде өзінің біліп жүрген білімін көрсете білу үшін осындай лекс деген дебат клубты құрған болатынбыз. Жұмыс істеп жатыр. Енді бірінші семестрде ашылды осы жылдың. Нәтижелі болып жатыр, араласып жатыр бір-бірімен студенттер, тәжірибе алмасып жатыр. Ол өте жақсы, әрине студенттер өзінің осы кезден бастап білімін тәжірибе жүзінде көрсете алады, және де әртүрлі тақырыптарда сіздер мәселені қозғап, соны шешу жолдарын іздейсіздер, менің білуімше. Өте жақсы. Енді сіздің оқыған кезіңіздің көпшілігі пандемия кезінде тап болды, ол өкінішті әрине. Толқынай, мен сізден сұрайын деген, оқу мобильдік алмасуға байланысты. Сіздің тобыңызда менің білуімше бірнеше студент сол мобильдік бағдарламаменен студент алмасу шетелге барып оқыды, сол туралы негізі біздің университеттің айырмашылықтарының бірі осындай шетелге оқып келуге болады, барып келуге. Біздің группаласымыздың екеуі барып келген солай, және де орыс топтарында да, қазақ топтарында да барып келген студенттер бар. Біздің потоктың Кореяға барып оқып келген, және де Европаның бір елдеріне барып оқып келген. Негізі өте күшті. Бізге кейін өздерінің қалай оқығандарын, не көргендерін айтып берген кезде өте қызықты болған. Және де осындай ол жақсы артықшылық деп есептеймін. Себебі әр университет олай жібере бермейді ғой. Ал студенттерге осындай басқа елге барып, жаңа нәрсені көріп, қалай болып жатқанын, қалай оқытып жатқанын көріп келу, барып келу өте жақсы деп ойлаймын. Әрине, білім алмасқан, тәжірибе жинаған, ол тек қана біздің білімімізге, тәжірибемізге оң жағынан ықпал етеді. Ол мобильдік тек қана ол бір семестрге кететіндерді ескереді ғой. Негізі одан бөлек те студенттер конференцияға барып келетін олар. Семинарларға қатысып келетіндер бар. Мысалы 3 күнге, 5 күнге, 1 аптаға деген, оларды біз есептемей жатамыз. Ондайлар да көп қой мысалы. Олардың саны. Тіпті енді алысталмай қойып, қасымыздағы мына Қырғызстанға да барып келіп жатады. Мысалы Өзбекстанға, Ташкентке де барып келіп жатады, Москваға барып келіп жатады, Прибалтикаға барып келіп жатады. Біз сол олимпиадаға келеміз Казгюға. Ол да күшті қызық жайттардың бірі болған. Казгюға бірінші жыл олимпиадаға барған екенбіз, Қазудың атынан, халықаралық қатынастар факультетінің атынан. И біз енді келген кезде барлығы айтып жатқан, қазулықтар келді, бірінші рет келді Астанаға, қалай болады екен, олар деген күшті ғой деп. Біз сыртынан былай естіп, біз ғой мынау, біз туралы сөйлеп жатырмыз ғой. Бірақ өте күшті болған. Біз сол кезде 2-ші орын алып келдік. Кимэптан оздық есімде, Енудан оздық. Казгюдан біраз оза алмай қалдық, бірақ бірінші ретке өте күшті болды. Сол жақта өтіп жатыр ғой. Енді ол мен білуімше, бізде жыл сайын жылына 2 рет немесе 3 рет студенттер сондай жаңа жарыстарға қатысып, жарыстардан жақсы жүлделі орындарды алып жатады. Оған біз өте мақтанамыз. Және алдыңғы қатарлы студенттердің көпшілігі өздері тауып, сол жарыстарды өздері соған ынталанып қатысатындығына және қуаныштымыз деп айтсақ та болады. Енді сіздерге тағы да бір қоятын сұрағым, бұл қазіргі таңдағы жаңағы бос уақыттарыңыз, жаңа сіздер айттыңыздар ғой, әртүрлі клубтар бар деп. Толқынай, сіздердің кездеріңізде бос уақыттарыңызды қалай өткіздіңіздер? Негізі бізде де сондай НСО деген клубтар көп болатын. Біздің группаластарымыз өздерінің қызығушылықтарына байланысты әртүрлі клубтарға кірген. Біріккен ұлттар ұйымының игровой форматында заседаниялар өтетін, соған да қатыстық бір жылдары. НСО-ға да қатыстық. Көбінесе научный конференцияларға қатыстық. Аль-Фараби әлеміне группаластарымызбен. Ол өте жақсы, әрине. Жаңа біз Алмас айтып жатты, оқуды іздеген кезде мен түлектерге де қарадым, оқытушыларға да қарадым деп. Санғали Жоламанович, біздің түлектер туралы айта аласыз ба? Қай жерде жұмыс істейді және олардың мүмкіндіктері қандай? Біздің түлектер әртүрлі салада жұмыс жасайды. Және ол тек қана не емес, жаңағы заңгерлік сала емес, менеджер болып істеп жатқандар да бар. Мысалы экономика саласында, қаржы саласына ауысып кеткендер бар, банк несіне де. Өйткені мамандық бізде андай үлкен ауқымдылық несі бар да, мүмкіндік береді. Олар қосымша
қысқартылған нелерді оқып алады да кез келген салаға кіріп кете береді. Медиа саласында да істеп жатқандары бар, және үлкен неге жеткендер бар, министрлер бар. Мысалы қазіргі мына соңғы не осы жақында ғана тағайындалған мәдениет және Дәурен Абаев, біздің түлегіміз ғой мысалы. Сол сияқты сондай нелер көп. Мемлекеттік қызметте жүргендер бар, облыс әкімінің орынбасары болып істеп жатқан мысалы біздің түлегіміз бар Батыс Қазақстан облысында. Қалалық, аудандық деңгейде әкім болып істеп жүрген біздің түлектеріміз бар. Енді көрдіңіз ба, жан-жақты да, арнайы құқық қорғау органдарында, арнайы органдарында, және біз білмейтін органдарда да істеп жүргендер болуы мүмкін. Сотта да жұмыс жасай алады. Сот органдарында, прокуратура, барлық неде, сыртқы істер министрлігінің несінде, әділет министрлігінің жүйесінде көп, в общем, жан-жақта істеп жатқандар. Тіпті Қорғаныс министрінде де мен несінде кездестіргенмін. Өйткені департамент бар екен, арнайы халықаралық құқыққа қатысты. Сол департамент нелермен айналысады екен. Сол жерде де бар екен біздің түлектер. Қателеспесем, осы білім министрлігіне кезінде бір жауапты хатшы деген лауазым болды ғой. Сол кісі де осы халықаралық құқық мамандығын бітірген. Кез келген салада енді заңгердің ол халықаралық құқық заңнан хабары бар тұлға болғандықтан ол барлық жерге қажет деп ойлаймын. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қаржы мамандығы болсын, мемлекеттік басқару болсын, барлығына заңды білген ол әрине тек қана жақсы жағынан ықпал етеді. Енді сіздерді тағы бір сұрағым келіп отырған ол тілге байланысты. Халықаралық құқықты көпшілігі шет тілдерін білумен байланыстырады. Сіздерде тіл оқыту процесі қалай жүрді? Сол туралы айтып бере аласыз ба? Осы университетте оқыған кездеріңізде. Оқып жатсыз ғой енді қазірдің өзінде. Енді бізде қазір 2-ші семестр басынан практика. Енді осыған дейін бізде негізі өздеріңіз білесіздер, мынау 4 жыл бойына біз 4-ші курстасыз ба? 4-ші курс. Уже бітіріп жатыр екенсіз. Бұйырса осы жыл бітіреміз. Жалпы 4 жыл бойына шет тілі міндетті түрде оқытылады. Ол адамның өзінің таңдауына байланысты. Енді бірінші курста келеді, таңдау еркін береді. Сіз қай тіл таңдадыңыз? Мен енді классикалық ағылшын тілі ғой. Енді группаластардың ішінде француз тілін таңдағандар да болды, оқыватқан. Қытай тілінде таңдауға болады? Бізде жалпы өзім жаңағы факультетте таңдау тілдерінің в основном бәрі бар ғой, әлемдік тілдердің ішіндегі. Алты тіл, одан басқа да жаңағы кәріс тілдері, түрік тілдері деген сияқты толып жатыр. Олардың бәрі мүмкіндік бар, просто адам өзі таңдаса болды. Енді оқу процесі өте жақсы өтеді. Ағылшын тілі аптасында бізде енді кемі 3 сағат уақыт бөлінеді. Еще клубтары да бар өздерінің жаңағы. Уақыт болса әрине баруға болады. Былай айтқан кезде еркін форматта да. Яғни сіз оқу бітірген кезде кез келген халықаралық компанияға емін-еркін жұмысқа тұруыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бұл үлкен, мен ойлаймын, бұл үлкен бір жақсы жағы біздің мамандықтың. Ерекшелігі десе. Ағылшын тілін мысалға өзі деңгейі біліп тұрса, кейбір оқушылар бар ғой, мектеп кезінен бастап ағылшын оқитын. Мына жаққа келіп, мысалға испан тілін таңдасын, француз таңдасын, Қытай таңдасын, ол тіл білгеннің артықтығы жоқ. Бір тіл білген бір адам, екі тіл білген екі адам дейді ғой. Сондықтан енді тіл саласы, бұл именно құқық саласы бойынша маңызды. Оны білсе, адам ешқашан жерде қалмайды. Табасын да табысын да таба береді. Толқынай, сіз ағылшын тобында оқыдыңыз. Біз ағылшын тобында оқып, басқа тілдерді таңдағанбыз. Өте жақсы артықшылық деп есептеймін. Бірақ ағылшын тілін таңдаған өзінде де ол бизнес ағылшын оқытылады ғой. Сол да өте маңызды деп есептеймін. Кәсіби ағылшын. Кәсіби ағылшын. Біз сөйлеп жүрген ағылшынымыз біраз басқа, терминология деген болады. Соның бәрінде бірнеше сабаққа қатысып көргенбіз. Ол да өте маңызды білуге. Себебі бизнес переписки деген болады, соның бәріне қалай. Біздің мамандықтың үлкен бір артықшылығының бірі, бұл тілді меңгерту. Енді әрбір ата-ананы, әрбір түлекті мазалайтын сұрақ, ол бітіргеннен кейін жұмысты қалай табам. Енді қазір мамандығы бар тұлғалар көп қой, бірақ жұмыс іздеп жүргендердің қатары одан да көп деп айтсақ болады. Сондықтан осы мәселеге келсек, Толқынай, сіз бітірдіңіз, бітіргеніңізге 2 жыл болды, қателеспесем. Жұмысты қалай таптыңыз? Оның қиындықтар болды ма? Бакалавриат бітіргеніңізге. Бакалавриат, магистратураға барған жоқсыз? Әлі барған жоқпын, Қол тимей қазіргі жұмыспен, негізі жұмыс тапқаным өте қызық болды. Университетке енді атымыз бар болғандықтан, жұмыскерлердің өздері келеді, ярмарка вакансий деген болып тұрады.
Біз группаластарымызбен EY-дың мудкортына қатысқанбыз. Ол біздің компания өткізген игровой суд форматындағы сондай бір отбор болатын. Соны өткізгеннен кейін қатысқаннан кейін EY компаниясы біздің университетке келген, студенттермен кездесіп, осындай мүмкіндік бар, бізге келіп көріңіздер. Как раз One Day Offer деген өзінің бір программалары бар. Бір күнде 3 этапты өтуге болатын. Тест жазып, интервью өтіп, тағы интервью өтіп, солай жұмысқа тұрдық. Бірақ негізінде жұмыс табу, жұмыс іздеу мүмкіндіктері өте көп. Әсіресе сол ярмарка вакансия. Сізді ешқандай қиындықсыз, талапсыз бірден алды ма? Мен бір ай как стажировка өткем, 3-ші курстан кейін. И сол стажировкадан кейін өздері уже шақырды. Енді тағы бір сұрақ қояйын сізге. Осы қазір жасап жатқан өзіңіздің қызметіңізде университет қабырғасында алған біліміңізді қолданасыз ба? Қаншалықты сізге көмегі тигізеді? Әрине, заң танудың основаларын өттік, соның бәрін көмектеседі. Азаматтық құқық деген шарттар жайлы, даже халықаралық құқық сабақтарын өткеніміз бізге өте жақсы әсерін тиіп жатыр. Мысалы, кейбір шет елдердің компаниялары бізге келеді, осындай жасау керек деп, біз олардан документтерді сұраймыз. Апостиль, легализация деген соның бәрін қолданып, әрине бүкіл алған знанияларымыз, біліміміз қазір пайдаға асып жатыр дейсіз ғой. Әрине. Өзіңізбен сізден басқа тағы бітірген студенттердің, біздің мамандықты бітірген студенттер жұмыс жасайды ма? Негізі біздің EY компаниясының партнері қазіргі налогово-юридический отделдің Динар Танашева, ол халықаралық құқықты бітірген юрфактың кезінде. Азиз Абдукаримов біздің директор, тоже халықаралық құқықты бітірген. Өзіммен группаластарым жұмыс істеп жатыр. Бір 10 шақты адам болып қалады деймін Казгудан. Ол өте жақсы, біздің жетістігіміз. Динара 90-шы жылдардың аяғында. Ол неге қазір мен есіме түсірейінші. Не, болашақпен барып келгеннен кейін бізде сабақ берді ғой, 3 жыл оларда отработка болатын ол кезде. Сол сосын Алия Әстілеуова деген болған екеуі. Алия қазір ол да бір компанияда істейді ғой деймін. Қайсысында екенін есімде жоқ, бірақ солар біздің кафедраның нелері, оларда түлектері сабақ берген. Ол өте жақсы жетістік біз үшін. Осындай халықаралық үлкен деңгейдегі компанияларда біздің түлектерді Big Four дегенге жатады Big Four қатарында, ол үлкен төрттікке жатады және Қазақстандағы ең ірі компаниялардың бірі. Әлемдегі. Сол компанияға оңай жұмысқа орналасу бұл үлкен жетістік деп ойлаймын менің ойымша. Самғат Жалман жаңа осы толқын айтып жатты, халықаралық жаңағы құжаттарды меңгергеннің өте көп көмегі тиді деп. Сіз осы туралы не айта аласыз? Мәселен, жаңағы студенттерге ол қаншалықты қажет және оның маңыздылығы қазіргі қоғамда бізде? Ненің ба? Жаңағы сабақтың ба? Осы жоқ, керек қой, именно практика үшін керек, тәжірибеге несі маңызы көп. Өйткені теорияға қатысты сабақтар бізде жеткілікті ғой, бар. Практикаға бізде жылдан жылға көбейтіп келе жатыр. Соңғы жылдары әсіресе білесіздер, мынау практиктар тартыңдар деген талап қойылып жатыр. Ең жоғарғы деңгейде, министрлік деңгейіне. И практикада істейтін өзіміздің кезінде бітіріп кеткен заңгерлер, осы салаға қатысы бар адамдардың барлығын тартып кафедра қазір практикаға барлық барынша жақындатып жатыр да. Сондықтан соның ішінде мынау хаттама жүргізу деген өте керек барлық жағынан. Ол мемлекеттік органдарда қызмет етсін, сыртқы істер министрлігі деңгейінде болсын, тіпті компанияларда да служебный переписка деген қызмет. Сол кезде соны біліп отыру керек та, қалай несі жүргізу керек екен. Оған көп нәрсе байланысты ғой. Біздің жұмысымыз қағазбен байланысты болғандықтан. Сондықтан да ол қағазды тіпті ресімделуінің өзі, оның қағазды жазған, құжат жасаған адам туралы көп не мәлімет береді. Енді жаңа сіз практика деп жатсыз ғой, осы сіздер қай жерден практикадан өттіңіздер жалпы университетте оқыған кезде? Бізде өзіңіз таңдадыңыз ба, әлде сіздерді жіберді ма оқу барысында? Қазіргі кезде мен өзім ішкі істер бөліміне өтіп жатырмын. Бірақ жалпы бізді бірінші курстан бастап адамның өзіне де таңдау береді, керек болса топ та береді практика өтетін жерде. Мысалы, біз бірінші курста топ болып, Тимирязев маркада орналасқан жаңағы әкімшілік сот бет. Сол жаққа жіберді мысалға.
одан кейін де жан жақтан ұсыныс түсіп жатыр. Мысалы кешегі күннің өзінде бізде группада студенттерге сотта өтуге ұсыныс білдіріп жатыр. Тіпті мынандай да ұсыныс болып жатыр: келіңіздер, өтіңіздер, кейін сол жақта осы алып қаламыз деген сияқты. Ол мүмкіндік баянан беріп жатыр университет. Таңдауыңа да болады, өзің қаласаң тауып та береді. Сондықтан қиындық жоқ деп айтуға болады ол жерде. Иә, ол өте жақсы. Тіпті халықаралық компаниялардың өздері келіп бізден түлектеріңізді жіберсеңіздер болады деп сондай мүмкіндіктер ашып жатыр. Және бұл осы практикадан өткеннен кейін өздеріңіздің таңдауларыңызға ықпал етті ма бұл? Яғни мен осы салада дұрыс жүрмін, немесе жоқ, мен өзгерткім келеді деген сияқты ой туындады ма? Жоқ, ондай ой ешқандай келген емес. Менге вероятность 100%. Мен осы салада әрі қарай да жалғастыратынмын. Осыған өмірім байланысты болатын. Сондықтан ондай вообще болмаған емес. Біз қуаныштымыз таңдауыңыздың осындай жемісін қазіргі таңда көріп. Ойлаймын, болашақта енді сіздің өзіңіздің жоспарыңыз қандай? Оқу бітіргеннен кейін әрі қарай қандай жерде қызмет еткіңіз келеді? Болашақта енді мемлекеттік қызмет саласында бастаймыз карьерамызды. Иә, ол өте жақсы. Бұйырған көре жатармыз. Жаңа Санғали Жоламанович айтпақшы, біздің түлектер өте көп жерде жұмыс жасайды, және олардың мүмкіндігі жоғары. Біріншіден заң мамандығын игереді, екіншіден тіл біледі, қағазбен жұмыс жасайды. Яғни бұл қазіргі таңда мемлекеттік қызметте өте қажет қасиеттердің бірі. Көзқарастың ауқымдылығы ескеру керек. Әлемдік жаңағы интеграцияға кіріп жатқаннан кейін Қазақстан ол міндетті түрде халықаралық бәрін білу керек, шарттарды, жаңағы мәмілелерді. Ол міндетті түрде мемлекеттік қызмет саласы, мемлекеттік органдарға өте қажетті сала. Тіпті ішкі істер органдарының өзінде осы шетелмен жұмыс істейтін жаңағы бөлімшелер бар арнайы. Оларға міндетті түрде кімдер келеді? Осы біздің халықаралық құқықты мамандары келеді. Иә, сондықтан да шығар бізге халықаралық компаниялар келіп, жаңа сіз айттыңыз ғой, ярмарка вакансия деген сияқты болады. Сол жерде өздерінің компанияларына шақырып, біздің түлектерді жұмысқа алып, осы ойлаймын, біздің түлектердің сапалылығы ең бірінші. Яғни олардың практикада өзінің білімін толық көрсете алатындығына сенімді болғандықтан кейін сол компаниялар біздің университетке келеді, біздің түлектерге деген олардың сұраулары өте жоғары. Бұл қуантады бізді. Енді жұмысқа орналасуға байланысты заман талабы нетіп келе жатыр ғой, өзгеріп. Соңғы жылдары әсіресе. Бұрынғы енді кездерде анандай факторларда көп кездесетін еді, енді оны шынын айту керек. Жаңағы таныстықпен, телефонное право деген бар да. Ол соңғы осы 5-10 жылдан бері сол сала қысқарып келе жатыр. Көп компаниялар, тіпті мемлекеттік қызметтің өзінде жаңағы құзыреттілік дейді, компетентность деген, соған көп көңіл бөліп жатыр. Және оны бізде ешқандай жаңағы жоғарыда отырған бір несі, көкесі несі жоқ. Кәдімгі біз өзімізден бітіріп кеткен қарапайым балдар, қыздар, өзіміздің түлектеріміз жақсы жерлерде жұмысқа орналасып, кәдімгі конкурстан өтіп, сөйтіп нетіп жатыр. Енді мысалы білесіздер, жұмысқа тұруға өте қиын бір мемлекеттік органдардың бір прокуратура. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын ба, жаңа бас прокурор келді ғой, естеріңізде болса, Асанов деген. Қазір жоғарғы соттың төрағасы. Ол кезде бас прокурор болған кезде прокуратураға қабылдау шарттарын өзгертіп, соған жаңағы білімді жастарға прокуратураға қызметке тұруға мүмкіндік жасағанда, сонда бірқатар біздің түлектеріміз неге тестілеу арқылы, не арқылы неге өтіп кеткен, ешқандай несі, соны қуанып біздерге хабарлап кезінде осындай болды, осылай болды деп жаңағы. Сондықтан да ол тек қана бір мысал болғанымен, ондай мемлекеттік органдар, ондай компаниялар қазір көп. Судьялардың да қабылдау тәртібі өзгеріп 3-4 жылдың көлемінде өзгерді ғой. Иә, менің білуімше, тіпті биыл бітірген орыс тобының көпшілігі сол тесттен өтіп, қазіргі таңда Астанада сотта жұмыс істеп жатыр. Одан ешқандай қатты қиналдық деп айтқан жоқ, себебі барлық заң талаптарының көпшілігін осы университет қабырғасында игерген. Сондықтан енді бұл өте үлкен біздің ерекшелігіміз. Және ол күшеюі мүмкін қазір. Талаптар. Енді тағы бір сұрақ, Санғали Жоламанович, сіз қалай ойлайсыз? Қазір IT технологиялардың заманы ғой, енді барлық жерді роботпен, машинамен ауыстырып жатыр. Заң мамандығына, біздің осы халықаралық құқық мамандығына бұл үрдіс, осы жаһандану, IT, технология деген бәрі әсер етіп, біздің мамандардың қажеттілігі болмай қалады деп ойламайсыз ба? Жоқ, ондай болмайды. Өйткені оның себебі бар. Оның себебі
мынау заңгерлік мамандықта сол халықаралық құқық соның ішіне жатады негізі. Бұл жерде ана толкование дейді ғой, сондай көп байланысты да. Судья шешім қабылдаған кезде, арбитр жаңа шешім қабылдаған кезде, жаңа тіпті заңдардың ішінде жазылған нелер бар, жаңа нормативті құқықтық актілерде. Судья болсын, басқа адам болсын, өзінің ішкі несіне байланысты қабылдау керек деген нәрсе. Ол адамның енді психология оған әсер ететін факторлар көп қой енді. Несіне машина роботтау мүмкін емес ондай нәрселер. Сондықтан да оны қабылдау өте қиын болады. Сол сияқты жаңа компаниялардың бір-бірімен жаңа шарт жасасқан кезде келіссөздер жүргізеді. Мысалы, оны да роботизация жасау қиын ғой мысалы. Өйткені ол жерде де бір ұсақ бір не сияқты болып көрінуі мүмкін, бір мысалы уступка дейміз ғой. Бірақ ол өте маңызды болуы мүмкін компания үшін. Сол үшін олар шартқа қол қою мүмкін. Яғни біздің мамандықтың болашағы өте зор деп айтасыз ғой. Бұл мамандықты машинада, жаңағы роботтарда ауыстыра алмайды. Ауыстыра алмайды. Өйткені бұл жерде механикалық шешім жоқ та, ол бір таңдау бір неге алып келетін болса, жаңа қорытындыға, онда оны роботизация жасауға болады. Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде көп несі бар да, көп варианттылық несі, көп баламалы шешім. Сондықтан да ол мүмкін емес дейді. Демек, абитуриенттерге, түлектерге қорқатын ештеңе жоқ. Мамандықтарыңыз болашақта да өте қажет болады, және мамандық таңдаған кезде осы мәселеге назар аударған жөн деп ойлаймын. Жұмысқа тұру мәселесіне қатысты өте маңызды ғой. Не үшін? Жалпы ата-аналар үшін, қазіргі нелер үшін, жаңағы студенттеріміз үшін, түлектеріміз үшін. Қазір мына халықаралық деңгейде де жұмысқа тұру мүмкіндіктер молайып, кеңейіп, біз Евразэстің құрамында болғандықтан кейін 5 мемлекеттің қатарына емін-еркін бару. Ол тек қана 5 мемлекет, жалпы дүние жүзінде. Өйткені мен ана Шанхайға да сояқтың несіне осыдан бір 10 шақты жыл бұрын біздің түлектеріміздің біреу сояқтағы компаниялардың біреуіне барып неден конкурстан өтіп, сояққа жұмысқа тұрған нелерді білем. Европада да істеп жатқан нелер бар. Яғни біздің мамандық соған мүмкіндік беріп отыр ғой, көрдіңіз ба? Ең бастысы тіл, екіншіден халықаралық құқықтың білімі және шет мемлекеттердің заңнамасының негіздерін біледі, фундаментін, көрдіңіз ба? Сондықтан да көп мүмкіндік осы жағынан да туындап отыр. Бұл өте жақсы, яғни біздің түлектер тіпті шетелге барса да жұмыс тауып далада қалмайды деген сөз. Ол өте жақсы. Түлектер үшін ол маңызды деп ойлаймын. Енді сіздер қазір оқып жатсыздар, бітірдіңіздер, енді сіздің бітіргеніңізге өте ұзақ болды, бірақ сонда да түлектерге деген негізгі мамандық таңдаған кезде қандай критерияларға назар аударған жөн? Және сіздерден бастаған дұрыс ғой, бұл осы кісілер свежий ғой. Көрген дұрыс оның бұл. Енді ол мектеп түлектеріне мектеп түлектеріне ойлану керек, главный. Өзіңізге осы мамандық ең бірінші жаныңызға жақын ба? Кейін мысалға оқып алып, оны бітіргеннен кейін онымен жұмыс істеуге жаңағы желаниесі болмай, әрең жүрген адам ол ешқандай жетістікке жетпейді. Так что біріншіден халықаралық құқыққа келу үшін ол адам оны қалау керек. Тәртіп пен дисциплинаға бас ұра қою керек. Сол кезде ғана адам жетістікке жетеді. Одан кейін бұл бітіруге келіп алдыр халықаралық құқыққа келгеннен кейін ол міндетті түрде бұл жақтың алған білімін міндетті түрде меңгеру керек. Ол келіп кетіп жүрген ол дым болмайды. Ертең бітіргеннен кейін сіз әшейін жаңағы көбісін айтады, ол заң білімі бар, бірақ такси болып жүрміз дейді. Сандықтың астында. Ол неге? Потому что олар оқымаған, білімді алмаған жеткілікті. Сондықтан сол дипломның сандықтың астына жатпас үшін міндетті түрде осындағы білікті мұғалімдердің берген білімін меңгеру керек. Сол кезде ғана басты айтатыным жаңағы адам жетістікке жетеді. Сол кезде жерде қалмайсыз, сіз өмір бойы сұраныста боласыз. Соны бастысы ұмытпау керек. Адамда белсенділікте болу керек. Мына тек қана мен білімді екен деп отыра берсең, ешкім келіп саған ойбай сен білімді екенсің алдыңызға келіп бермейді ғой. Өте өзі белсенді болу керек, ұсыну керек, ұсынып білу керек. Нарықтық заман қазір көрсете білу керек. Бір орынға бірнеше адам нетіп отыр, жаңағы үміткерлер. Сондықтан сіз өзіңіздің артықшылығыңды көрсету керек. Тіліңнің қандай, шет тіліңнің қандай жоғары деңгейде екенін, біліміңнің қандай деңгейде екенін, соның бәрін көрсетіп өз-өзін ұсына білу керек деген сөз ғой, былайша айтқанда. Енді біз өзіміздің қызметімізді қаншалықты сапалы екендігін тәжірибеде
өзіміздің білімімізді қолдана алатын екенімізді көрсетуіміз керек. көрсету міндетті түрде. Иә, жақсы. Толғынай, сіз не дейсіз? Енді ең бастысы, егер әрдайым сұрақ қоя білсеңіз, сұрақ қоюды жақсы көрсеңіз, құқық деген дұрыс деп ойлаймын. Себебі құқық деген ол 4 жылда оқып болдым, 10 жылда жұмыс істедім, бәрін білдім деген сөз емес. Құқық деген ол әрқашан сұрақ қою туралы, талдау туралы. Себебі бір сұрақты бірнеше жақтан қарауға болады. Әрдайым. Себебі біз мысалы жұмыста бір жобада жұмыс істеп отырмыз. Мен мындай шешімге келдім. Мен коллегам оқып мындай шешімге келеді. Оның бәрі сұрақ қою мәселесінде. Қандай жақтан қарау. Егер осындай жұмыс қызық болса, менің ойымша құқық ол сіздікі. Әрдайым талпыныс болу керек, әрдайым іздену болу керек. Себебі ол бәрі сізге байланысты. Егер ішіңізден осындай от болып жатпаса, білгім келеді, тапқым келеді деген, онда Енді мен ойлаймын, сіздер бүгінгі біздің тақырыбымызды біз аша білдік, және де болашақ түлектерге бүгінгі біздің әңгімеміздің үлесі тиеді деп ойлаймын, мамандық таңдағанда. Және бұл біздің алғашқы подкастымыз болғанымен де соңғысы емес. Сондықтан сіздерге сау болыңыздар демеймін, келесі кездескенше деймін. Рахмет. Көріскенше.